Баршаңызға сәлем, мен бүгін осындай жұмсақ үлпілдек болып шығатын лакумканың жасалу жолыменен бөлісетін боламын. Олай болса, бірге көрейік. Ол үшін тұз, қант, қол күйдірместей жылы су, сүт және ашытқымыздың барлығын салып, араластырып, ұн салып, жұмсақ етіп қамыр илейміз. Барлығын грамдармен төменге описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Осылай барлығын біріктіргеннен кейін бөлме температурасындағы сармайымызбенен осылай барлығын біріктіріп илеп шығамыз. Қолға жабыспастай осында жұмсақ қамыр шығады. Барлығын біріктіріп болғаннан кейін жылы жерге ашытып қоямыз. Қамырымыз дайын болғанша енді кремін дайындаймыз. Ол үшін бір дана жұмыртқа, қант, крахмал және сүтіміздің кішкене бөлігін құйып, арасына қамық қалмау үшін толықтай араластырып, қалған сүтімізді құйып, орташа отта крем болғанша осылай араластырып отырып, заварной крем, қайнатпалы крем жасаймыз. Осылай үздіксіз араластырамыз, түбіне күйіп кетпеу үшін, бір келкі шығу үшін. Біздің креміміз дайын, енді бөлме температурасында суытып қоямыз. 3 есе көтерілген осындай қамырымызды енді кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Құрамында сармай болғандықтан қолға қатты жабыспайды, өте жұмсақ болғанменен, сондықтан ұнды қатты көп сеппейміз. Менде шамамен 70 грамнан осындай 14 бөлік шықты. Енді ешқандай тындырмай осылай өз формасында жайып шығамыз. Ешқандай тындырудың қажет жоқ, қамыр жұмсақ болғандықтан тез жайылады. Қатты қалың да жұқа да емес, орташа көлемде болу керек. Осылай дөңгелекше етіп, ортасынан бір бүктеп қоямыз. Барлығын осылай бір формаға келтіріп, қамырымыз әдемі көтерілу үшін 30-40 минутқа бетін жауып тындырып қоятын боламыз. Менде 40 минут өтті, лакумкамыз осылай әдемі болып көтерілді. Енді бетінен жұмыртқаның сарысын және кішкене сүт араластырып, барлығына толықтай жағып, алдын ала қызып тұрған 150 градустағы пешке 20-25 минутқа беті қызарғанша пісіретін боламыз. Енді суытып қойған кремімізге бөлме температурасындағы сармайымызды салып, барлығы толықтай араласқанша миксерлеп аламыз. Майымыздың проценті жоғары болғаны дұрыс, сонда әдемі болып шығады. Мен 82-де 5% май қолдандым. Енді барлығын өзімізге ыңғайлы болу үшін осындай қапшыққа салып аламыз. Біздің лакумкамыз осылай жұмсақ әдемі болып шықты. Бір данасын осылай үгітіп, бетіне себу үшін, әсемдік үшін ұсақтап аламыз. Енді осылай ортасını ашып, бір келкі етіп кремімізді жағып шығамыз. Айналасына да үгітілген коржымызды жағу үшін осылай шет-шетіне де крем жағып, осылай ұсақтап алған коржымызды жағамыз. Корждың орнына печенье немесе үгітілген грек жаңғағында қолдансаңыз болады. Осылай өте әдемі болып шығады. Енді жұмсақтығында сөз жоқ, өте күшті, әдемі болып шықты. Жұмсақ, іші толықтай піскен. Ешқандай жұмыртқа қоспай-ақ осындай дәмді етіп жасауға болады. Олай болса, баршаңызға сәттілік.